أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين 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 bizler لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية kitabından 21. dersке geldik. 18. өсиет. Ардақты Алла елшісінің саллаллаху алейхи ва саллям 18. өсиеті. Ал-ахду ас-самина ашара фи ижабатил муаззин. Азаншының азанына жауап беру жайындағы өсиет. أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجيب المؤذن بما ورد في السنة. Азан айтып жатқан кезде, сүннеттерде, хадистерде келгендей, оған жауап қайтару, яғни сол сүннеттерде келгендей етіп жауап қайтару жайлы бізден өсиет алды Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям. Яғни бізге өсиет етті осындай нәрсе. Енді бұл жерде біздердің білуіміз керек болған мәселе, біздің мазхабта азаншыға жауап беру бұл сүннет болып саналады. Және уәжіп дегенде көзқарастар бар, басқа да көзқарастар бар, бірақ біздің мазхабымызда азаншыға жауап беру ол сүннет. Және де осы сүннет орын алады, яғни азаншыға жауап беру деген сүннет орын алады. Егер сіз мешітке бара жатсаңыз, яғни осы мешітке бара жатқан халде азанның дауысын естіген болсаңыз, сіз сол азаншының дауыс сөздерін қайталап айтпасаңыз да, соны айтқандай сол азаншыға жауап бергендей халде болып саналасыз. Өйткені азаншыға жауап беру деген сөз екі нәрсемен болады. Біреу іс-әрекетпен, біреу сөзбен болады. Дәл сол сияқты мешіттің ішінде отырған болсаңыз да, азан айтылып жатқан кезде мешітте отырған болсаңыз, сіз сол азаншыға жауап беріп, сол нәрсеге уже амал етіп отқан адам болып саналасыз. Және де азаншыға жауап беру сүннет болады бізде қандай жағдайда? Егер азан дұрыс айтылатын болса, ешқандай бір қателіксіз және сүннетке сай айтылатын болса, ал егер азан бұрмаланып, қате айтылатын болса, немесе созылуға болмайтын жерлерде созып, мағына өзгеретіндей деңгейде азан айтылып жатқан болса, онда оған жауап беру сүннет емес. وَلَا نَتَلَاهَا عَنْهُ قَطُّ بِكَلَامِ لَغْوٍ وَلَا غَيْرِهِ. Қараңыз, азан айтып жатқан кезде ешбір пайдасыз сөзбенен және тіпті пайдалы сөз болса да, маңызды сөз болса да, азан айтып жатқан кезде басқа нәрсемен уақыт өткізбеу, басқа нәрсеменен шұғылданбау. Әдәбән ма'аш-шариғи саллаллаху алейхи ва саллям, Алла елшісіне деген әдеппен. Фәинна ликулли сүннетин вақтан яхуссуха. Өйткені әрбір сүннеттің өзіне сай уақыты бар. Сол уақытта, сол сүннеттің уақыты келіп тұрған кезде басқа бір құлшылықты жасауға болмайды. Тіпті ол парыз құлшылықтар болса да, сол сүннеттің уақыты келді ме, сол кезде сол сүннетті орындау керекпіз. Фәли ижабатил муаззини вақтун. Сол себепті азаншыға жауап беретін өзінің уақыты бар. Ол азан айтып жатқан кезде, азаншыға азан айтпай тұрып, одан алдын жауап беруге болмайды. Немесе одан кейін уақыт өтіп кеткеннен кейін, намаз бітіп кеткеннен кейін жауап беруге болмайды. Уәлил илми вақтун. Бұл жердегі білім алатында өзінің уақыты бар. Неге азаншыға білімді қосып жатыр? Өйткені көп адамдар біз білім алып жатырмыз деген сылтауменен, осындай себеппен азан айтылып жатқан кезде тоқтап азанға жауап бермейді. Білімін алып арғай жалғастырып кете береді. Осы нәрсеге ескерту үшін айтып жатыр бұл жерде. Білім алу жақсы нәрсе, қазір төменде тағы да бұны да ескертеді. Өте үлкен, құптарлық, мақтаулық іс, бірақ әр нәрсенің өзінің уақыты бар. Қазір азан айтып жатырмын, тоқтап азанға жауап беру бар. Уәли тәсбихи вақтун. Зікір айтатын, тәсбих айтатын өз уақыты бар. Азан айтып жатқан кезде мен тәсбих айтам, зікір айтам деп отырып алма. Немесе азан айтып жатқан кезде мен Құран оқимын деп отырып алма. Әр нәрсенің өзінің уақыты бар. Уәли тилауатил Құр'ани вақтун. Өте маңызды нәрселер айтып жатыр. Қазір көпшілігіміздің арамызда болып жатқан мәселені айтып жатыр. Кейбір адамдар мешітте Құран оқып отырады азан айтып жатқан кезде. Мен Құран оқимын ба, азанға жауап беремін ба, қайсысы жақсырақ деген сылтау айтады. Құран деген жақсы ғой, бұл Алла Тағаладан түскен ғой. Ал азан деген оған жауап беру деген нәрсе ондай емес қой дейді. Жоқ, осыны біз түсінуіміз керекпіз. Әр қайсысы жақсы нәрсе. Және әр қайсының өзінің уақыты бар. Біреуінің уақыты келіп тұрған кезде ол жерде басқа нәрсемен шұғылдануға болмайды. Кама аннаху лейса лил абди ан ядж'ала мawdi'ал фатихати истигфаран. Қараңыз, бізде қажетті нәрсеге есімізге салып жатыр. Намазда Фатиха сүресін оқимыз біз. Мысалға,
Сол фатиханың орнына истихфар қоюға болмайды. Біз өзгерте алмаймыз өздігіміз. Бұл нәрсенің орындарын ауыстыра алмаймыз. Уәлә мауди'ат тасбих лир-руку'i вас-суджуди қираатан. Енді рукух кезінде немесе сәжде кезінде біз Құран оқуға болмайды бізге өздігімізден. Рукух кезде өзінің айтатын зікірлер бар. Бірақ зікірден қарағанда Құран абзал екенінде шак жоқ. Ол жерде талас жоқ. Бірақ сол абзал болған Құранның өзін рукухта тұрып айтуыңызға болмайды сіздің. Өйткені әр ғибадаттың, әр құлшылықтың, сүннеттің, парыздың өзінің орындары бар. Сол кезде айтылу керек ол. Уәлә мауди'ат ташаххуди ғайраху ва хаказа фафхам. Және де сол сияқты ат-тахият айтатын жерде соңғы отырыста ат-тахиятта немесе екінші отырыста ат-тахият емес мен Құран оқимын деп айтуыңызға болмайды. Дәл сол сияқты мен азан айтып жатқан кезде азаншыға жауап бермей мен Құран оқимын деуге болмайды. Мен азаншыға жауап бермей мен ілім алам деуге болмайды. وهذا العهد يخل به كثير من طلبة العلم فضلا عن غيرهم. Өте дұрыс айтып жатыр шейх, қараңыз. Осы өсиетке басқа авам халықтар былай тұрсын, білім алып жатқан талабатул илм шәкірттердің өзі бұл өсиетке амал етпейді деп жатыр. Фаятрукуна ижабатал муаззин. Сөйтіп азаншы азан айтып жатқан кезде оған жауап беру тәрк етіп қояды. Бәл руббама тараку салатал жамаати. Алла сақтасын. Бәлки тіпті бұлар жамағат намазын тастап қою мүмкін дейді. Хатта яхруджу насу минха. Сөйтіп азан айтылды, намаз оқылды. Адамдар мешіттен шығып жатыр, жамағаттан шығып жатыр. Вахум юталиуна фи илми нахвин ау усулин ау фиқхин. Ал олар наху білімін, яғни не араб тілінің грамматикасын, немесе усулул фиқхты, немесе фиқ оқып жатыр дейді. Ва яқулун, және оларға ей ана жамағатпен намаз оқымайсың ба десе, олар былай деп айтады. Ал-илму муқаддамун мутлақан. Білім абзал, мутлақан, яғни жалпылай абзал. Кез келген нәрседен абзал дейді. Яғни менің қазір білім алып атқаным сендердің мына жамағат намазына барып атқандарынан қарағанда жақсы дейді. Олай емес ол. Валейса кадалика. Әлбетте бұл ондай емес. Фа иннал мас'алата фиха тафсил. Бұл мәселеде егжей-тегжейлі түсінетін нәрсе бар. Фама куллу илмин якуну муқаддаман фи залика алвақти ала салатил жамаати. Көрдіңіздер ме? Сол себепті кез келген білім дейді, кез келген білім. Сол жамағат намазы оқылып атқан кезде жамағат намазынан абзал бола алмайды. Грамматика білімі немесе басқа білімдер жаңағы неден жамағат намазынан артық бола алмайды ол. Кама хуа ма'руфун инда кулли ман шамма раихата маратибил авамири шар'iyya. Бұл мына шариғаттың бұйрықтарын орындаудағы осының дәрежелерінің, яғни уәжіп, сүннет, парыз дегендердің дәрежелерінің иісін ескеген шәкірттің барлығы бұны біледі деп жатыр. Терең оқу былай тұрсын, жай ғана ғибадаттардың дәрежелерін, мәртебелерін білген адамның өзі бұны түсіну керек деп жатыр да бұл нәрсені. Сол себепті ғалымдар бұл жерде егжей-тегжейлі атап кеткен. Яғни егер адамдар фиқ, тәфсір сияқты мәселені қозғап жатқан болса, және бұлар мешітте емес, үйде, басқа жерде жамағатпен осындай бір білім алып жатқан болса, осы кезде рұқсат деген оның өзінде де барған абзал әлбетте. Бірақ рұқсат деген осы кезде жамағатқа, мешітке бармай, сол жерде білімді жалғастыра беруге. Бірақ бір шарты, солар өздері сол жерде жамағат болып оқу керек. Ал егер жамағат болып оқымай жалғыз оқып қалатын болса, онда болмайды, ол жамағат мешітке бару керек ол адам. Одан да басқа жаңағындай мәселелер көп. Уакана сайиди Алиюн ал-Хауас рахимахуллаху иза сами'a ал-муаззина яқулу хайя аля-ссалах. Қараңыз, менің ұстазым, мұрзам Али ал-Хауас азаншының хайя аля-ссалах деген сөзін естіген кезде яртаиду ва якаду язубу мин хайбатиллахи азза ва жалла. Буындары дірілдеп, Алла тағаладан қорыққаннан еріп кете жаздайтын еді дейді. Әлбетте сізге қазір айтатын болса, сіз мемлекет басшымен жолығасыз десеңіз қандай халде боласыз? Дәл қазір сіз Раббыңызбен жолығайын деп тұрсыз. Сол себепті ұлы тұлғалар осындай халде болатын болғанда, намазға деген дайындықтар осындай болатын болған. Ва юджибул муаззина би худури қалбин ва хушу'ин таммин радiyallahu anhu. Және азаншыға барлық жан тәніменен, барлық ықыласыменен жауап беретін болған дейді. Яғни қараңыз, сізге қазір мемлекет басшы шақырып жатыр, жүр десе, ләббәй дейсіз. Болды, мақұл деп, бірден ең жақсы киімдеріңіз киіп, дайындалып, өзіңізді іштей, сырттай дайындалып, жүгіріп кетесіз. Дәл сол сияқты хайя аля-ссала деп жатыр. Кел, жүр, қазір Раббыңмен жолығасың деп шақырып жатыр сізді. Біз одан бетер жоғары халде болуымыз керекпіз. Фa'лам залика вa'мал алейхи валлаху ятавалла худак.
Сондықтан осы нәрсені білгің деп жатыр, және осыған амал ет, Алла тағала сені туралыққа бастасын. Варауа шейхан ва гайрухума марфуан, Бухари және Муслимде риуаят етілген хадисте, және басқа да хадис жинақтарында келген мына хадис: «Иза сами'тумул муаззина фақулу мисла ма яқул». Егер азаншының азан айтып жатқан дауысын еститін болсаңдар, азаншы айтқандай сөзді айтыңдар деп жатыр. Яғни азаншы не айтады, дәл сол сияқты артынан қайталау. Аллаху акбар десе, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха иллаллах десе, ашхаду ан ла илаха иллаллах. Яғни азаншының сөзін қайталау. Сумма саллу алейя, сосын маған салауат айтыңдар, азаншыға жауап беріп болғаннан кейін артынша. Фаиннаху, өйткені мән салла алейя вахидатан, кімдегі маған бір мәрте салауат айтатын болса, саллаллаху алейхи биха ашран, Алла тағала соның айтқан салауаты себепті оған 10 салауат жолдайды. Сумма салу лиял василата ал хадис, сосын мен үшін василаны сұраңдар. Яғни хадистің толығыменен айтылмады бұл жерде. Яғни бұл жердегі мағына азаншыға жауап беру деген жерін алып келіп жатыр бізге. وقوله فقولوا، يعني осы жердегі قولوا فقولوا деген сөз, يعني عقب كل كلمة قالها لأن الفاء للتعقيب. يعني азаншының дауысын естісеңдер, азаншының әрбір айтқан сөзінің артынан қайталаңдар деген сөз. Өйткені мына жерде араб тілінің грамматикасына кіріп жатыр. لأن الفاء، өйткені бұл жерде فقولوا деген сөз, фа деген сөз للتعقيب, يعني бірден артынан айту керек деген мағынаны білдіріп жатыр. وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Және осы сөзді көп ғалымдар осы қуаттаған. وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مَرْفُوعًا مَنْ قَالَ حِينَ يُنَادِي الْمُنَادِي. Имам Табараниде және Имам Ахмадта келген хадистерде мән қала, кімдегім айтатын болса, حِينَ يُنَادِي الْمُنَادِي, азаншы азан айтып жатқан кезде былай деп айтатын болса, Аллахумма рабба хадихи да'вати тамма, яғни азанның дұғасын айтып жатыр. وَالصَّلَاةِ النَّافِعَةِ, yani bizim bilетін дұғамыз وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ, мынау риуаятта وَالصَّلَاةِ النَّافِعَةِ деп келген екен. صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَارْضَ عَنْهُ رِضًا لَا سُخْطَ بَعْدَهُ استجاب الله له دعوته. Осы сөз айтатын болса, Алла тағала оның дұғасын қабыл алады деп жатыр. وروى أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه مرفوعا من سمع المؤذن, кімдегім азаншының дауысын еститін болса, فقال مثل ما يقول, сөйтіп азаншы айтқандай айтатын болса, яғни азаншының айтқан сөзін қайталайтын болса, فله مثل أجره, осы адамға азаншының сауабындай сауап беріледі деп жатыр. وفي رواية, басқа бір риуаятта, ومن قال مثل ذلك إذا سمع المؤذن, кімдегім азаншыны естіп, азаншының айтқанындай айтатын болса, وجبت له شفاعتي يوم القيامة, қияметте оған менің шапағатым уәжіп болады деген екен. Wallahu a'lam. Алла тағала баршамызға осы өсиетке амал етуді нәсіп етсін. Амин, амин, амин. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.